Талант тас шарат демейме. Зеренді ауданындағы Бәйтерек ауылының тұрғыны Руслан Жүнісов жапондықтардың ұсақ дүние жасау өнеріне қазақша реңк бергендей. Ағаштан түйін түйген шебер бар жоғы 1 сантиметрлік мүсінге бірнеше бейне кейпін орналастыра алады екен. Оның шеберлігінің негізінде асқан төзімділік пен еңбекқорлық жатса керек. Өйткені бір мүсінді аяқтап шығу үшін жарты жылға жуық уақыт кетеді. Бұлай шұқшиып, табанды тер төгуі теккеле кетпейтін көрінеді. Оның туындыларына ақш, Ресей коллекционерлері қызығушылық танытқан. Жерлесіміздің қолынан шыққан бұйымдар олардың қорлар қатарынан орын теуіпті. Жақында Руслан Жүнісов әдебиет және өнер салалар бойынша мемлекеттік сыйлыққа ұсынушылар қатарына тіркелді. Арнайы комиссияның саралауынан кейін ол 12 үміткермен бірге екінші турға өтті. Мұның өзі оның жұмыстарының деңгейін аңғартса керек. Жалпы үміткерлер қатарында ақын Бақытжан Қанапиянов, әнші Әлібек Дінішев, жазушы Сәбит Досанов сияқты белгілі адамдар бар. Жерлесіміз қатынасып отырған бейнелеу және сәулет өнері секциясында үміткер екеу. Екінші азамат Астанадағы Қазақ елі монументінің авторы, танымал мүсінші Нұрлан Далбай. Руслан Жүнісов мамандығы бойынша мектепте биология пәнінен сабақ беріп жүрген жан. Апта адам айдарында машық пен шабыт жетелеген өнерлі мұғалімнің шығармашылығымен жақынырақ таныса аласыздар. Қазақта ағаш шебері көп болған, қазірде бар. Кейіпкеріміздің олардан ерекшелігі ол тұрмыстық заттар емес, кішкентай ағаштан күрделі әрі қызықты мүсіндер жасайды. Мәселен, мына композиция әже және жеті немере деп аталады. Оның биіктігі бар болғаны 1,5 сантиметр. Осы өлшемде шебер 8 адамның денесін көрсете білген. Қазанбас деген туындыда ерекше жасалған құпия жаңғақ кез келгенді қызықтырар дүние деуге болады. Руслан Жүнісовтің көлемі 1,5-нан 7 сантиметрге дейінгі күрделі өнер туындысын жасап келе жатқанына 25 жылға жуықтапты. Таңғажайып туындыларды шығару үшін шеберге жаңғақ ағашы, темір қашау, өлшеуіш құрал мен қайрақ қажет. Шикізат ретінде қажеттілікке қарай кейде басқа да ағаш түрлерімен сүйек қолданады. Руслан Ырыспайұлының негізгі мамандығы биология мұғалімі. Қол өнерді бірге оқыған құрдасының ағаш ойып отырғанын көргеннен кейін жеке қызығушылығы арқылы үйренген. Мен ол жігіттен мынаған ұқсас кішкентай ағаш қашауын сұрап алдым. Содан өзімде түрлі ағаш заттар жасай бастадым. Кейіннен қолым босаған кезде ағаш жону сүйікті ісіме айналды. Біртіндеп шеберлігім артып, жақсы дүниелер жасайтын болдым. Шеберлігін шыңдау үшін осы өнер жайлы бірқатар кітаптарды оқиды. Жапон, Қытай және басқа да елдердің қол өнер шеберлері жасаған туындыларды көреді. Руслан Ырыспайұлы сол кезден бүгінгі уақытқа дейін 150-ге жуық туынды жасапты. Оның әрқайсысына 3-тен 6 айға дейін уақыт жұмсаған. Республикалық әдебиет пен өнер саласындағы мемлекеттік сыйлықты таңдау байқауына сол материалдардың бірқатарын жіберген. Наурыз айына дейін қажетті құжаттарымды дайындап байқауға жібердім. Жақында басылымда бірінші турдан өткендердің тізімі жарияланды. Сол іріктеуден өткен 13 үміткердің бірі мен болдым. Руслан Жүнісовтің басты қарсыласы мүсінші Далабай Нұрлан. Ол Астанадағы Қазақ елі монументінің авторы. Осындай танымал азаматпен бәсекеге түсе алар. Жерлесіміздің болуы біз үшін зор мақтаныш. Егер мемлекет менің еңбегімді бағалап бұл салаға қолдау көрсетсе жақсы болар еді. Сол сыйлықты алсам, ол жаңа серпін жасауыма мүмкіндік береді. Осы өнер түрін әрі қарай дамытуға, онымен айналысушылар қатарын арттыруға болады. Шебер кейінгі жылдары 15 жаста осы өнерді меңгеруге баулыпты. Алдағы уақытта сәті түсіп мемлекеттік сыйлыққа ие болса, оқулық жазсам деген жоспары бар. Сол арқылы ағаш оюшы отандастарымыздың қатарын көбейтсем дейді ол. Руслан бұған дейін 6-7 сыныптарға арналған технология кітабын шығарған авторлардың бірі, яғни тәжірибелік әрі теориялық тұрғыдан білікті маман. Ердәулет Байдуллаев, Сабырбек Құлатайұлы, Апта. Біздің кейіпкеріміз мемлекеттік сыйлыққа ие болу үшін ақмолалықтардың да ой пікірлері қажет. Өз ойларыңызды Мәдениет және ақпарат министрлігіне қоңырау шалып жеткізулеріңізге болады. Телефондар нөмірлері экранымызда. Талантты жерлесімізді қолдайық.